Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Криптоманияк және де біз бүгін Sunflowers деген NFT ойынға обзор жасайтын боламыз. Ол жерде дәл қазір ойын толық шыққан жоқ, бірақ бета версиясы бар. Бета версиясында да ақша табуға болады. Сол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Мен сіздерге қанша ақша табуға болатынын барлығын көрсететін боламын. Бұл жерде вложение өте аз саламыз, бірақ жақсы ақша табамыз. Ал енді сіз әлі каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер сіздерде компьютер болатын болса, сіздерге мен соңғы 3 видеода тегін қалай күніне 7-8 мың, 10 мыңға дейін табуға болатын көрсеткен болатын. Осы 3 видеоны көріп шықсаңыздар болады. Ал енді қараңыздар, Sunflower Lands, бірінші Sunflower Lands деп Google-ға жазамыз, содан кейін сайт ашылады. Міне дәл осы сайтта біз ойынға регистрация жасайтын боламыз. Ол үшін қалай істейтін қазір көрсетемін. Бірінші бұл ойын Polygonmatic-тің сетінде жасалған, яғни Polygonmatic-та комиссия өте аз. Одан кейін бұл жерде өздерінің Discord-тары, YouTube каналдары, Twitter-лері бар. Twitter-іне қазір кіріп көретін болсақ, қараңыздар. Бұл жерде өте көп адам бар деп ойлаймын, себебі Sunflower деген алдын ойын шыққан болатын. Бұл соның өзгертілген версиясы Sunflower Lands. Ол жерден біз шыны керек өте көп ақша тапқан адамдар бар. Мен өзім $50 таптым, себебі мен ол кезде серьез қабылдамаған болатын. Аз вложение саласын, сонша көп ақша мүмкін емес қой деген сияқты. Міне көрсеңіздер, дәл қазір 24 мың адамдар бар екен. Назад шығамыз қайтадан. Себебі бізге қайтып сайтқа келу керек. Мен сайтқа келгеннен кейін Discord-тарына тіркелеміз. Discord деген басасыздар. Одан кейін қараңыздар. Менде Discord тұр. Одан кейін принять участие деген басасыз. Принять участие басып болғаннан кейін сіздерді дәл осындай терезеге шығады. Discord сіз ашпаған болсаңыздар, Discord ашу өте оңай. Телефон просто электронный почта жазасыздар, номер телефон міндетті түрде жазуларыңыз керек. Мен номер телефоны әзірге өшіре тұрдым, себебі маған үшінші Discord керек болды. Яғни менде 2 Discord бар, үшінші Discord керек болды, себебі кішкене абуст етіп көрейін деп жатырмын. Содан кейін принять приглашение басқаннан кейін сіздер сол жерге кіресіздер. Мысалы қараңыздар. Менде дәл қазір шыны керек, Discord жаман жеп көрем. Міне сіздерді, менде қазір осы ойындардың барлығында тіркелген. Міне Sunflower-ға кіресіздер, одан кейін верификация деген бар астында. Үш жерге кіресіздер, одан кейін лайк басып шығасыздар, типа көрсетесіздер өздеріңіздің welcome деген жерде. Бұл жерде информациялар шығып отырады. Одан кейін Discord-қа кіріп болғаннан кейін бета деген басамыз. Discord-қа міндетті түрде тіркелулеріңіз керек. Одан кейін бета деген басасыздар. Беттаны басқан кезде сіздерге, менде қазір тіркеліп қойғанмын, сіздерге Discord арқылы тіркелесіздер ме деп сұрайды. Мен қазір Polygonmatic MetaMask қосамыз. Polygonmatic міне қосылды. Міне қараңыздар, сіз бөтен адамның фирмасына кіресіз ба, немесе өзіңіз фирмаға ашасыз ба деп тұр. Фирма ашамыз деп басамыз. Сізге Discord-қа тіркеліңіз деп шығады. Discord-қа тіркелесіз, одан кейін лайктарын басасыз. Одан кейін қараңыздар, біз ойнау үшін донат етуіміз керек. Яғни бір Polygonmatic донат жасауымыз керек. Мен бір Polygonmatic донат жасадым. Капчаны толтырамыз. Менде капча кетті. Бізді қазір қосып жатыр. Міне мен 1.04 Polygonmatic толтырдым. Просто ойынға донат етеміз. Қазір ойын істей берсін. Мен бұл екінші аккаунтым, бірінші аккаунтым менде Google-да. Өздеріңіз көргендей бірінші аккаунтым нормально дамып қалған. Бұл жерде дәл осындай әр нәрсе егеміз, қосып аламыз, шопқа кіреміз. Мысалы қараңыздар, мен қазір осыны ала аламын. Бірінші сатайық, бағана тапқандарымызды сел алып бәрін сатамыз. Одан кейін 0.2, 1, 2, 3, 4, 5 ала алады екем. Как раз 5 аламыз, сосын егеміз. Мен дәл қазір бірінші аккаунтпен сәбізге жетіп қалдым. Сәбізді 60 минут күтеміз. Ал екінші аккаунт менде қазір дайын болды. Міне 43 секундтан кейін мені аккаунтқа жібереді. Ең бірінші біз неден бастаймыз? Ең бірінші біз семечкадан бастаймыз. Яғни семечка егеміз. Семечка өте арзан тұрады. Көргендеріңізде $0.02 тұрады. Ең қымбат тұратын $0.07 осы мука тұрады. Одан кейін қызылша $0.95 тұрады екен. 0.5, дәл осылай. Осындай нәрселер егесіздер. Одан кейін гоблиндар болады. Осы жерде гоблиндардың жерлері, гоблиндарға тамақ беріп, біз жерлерін ала аламыз. Қазір менде дайын болсын. Барлығын басынан бастап көрсетіп жататын боламын. Басында сіздер қалай бастайтындарыңызды. Менде екінші аккаунт дамып қалды. Және де бета версиясы 18 күні бітіп, 18 күні токен сатылымға шығады. Яғни Sunflower деген токенді біз 18-не сата аламыз. Дәл қазір сата алмаймыз.
18-ден кейін сата аламыз. 18-іне дейін біз жай ғана абуст етіп осындай Sunflower токендерін жинай тұрсақ болады. Міне көргендеріңізде менде новый аккаунт ашылды. Мына жерді көргендеріңізде осы қорғап тұр. Бұған тамақ беруіміз керек. Біз тамақ бұл жерде сорпа сұрап жатыр. Қазір ол сорпасын мен бірінші аккаунтта беріп қойдым, екінші аккаунтта енді беретін боламыз. Семечка аламыз. Содан кейін шопқа кіреміз, семканың бәрін сатамыз. Сел ал дейміз. Одан кейін қайтадан дәнектерін аламыз. Дәл қазір бізде бірінші семечка ғана жетеді. 5 семечка аламыз. Сосын 5 семечканың бәрін отырғызып шығамыз. Одан кейін 5 семечка болғаннан кейін қайтадан семечкаларымызды сатамыз. Қайтадан семечка дәнегін отырғызамыз. Сөйтіп біраз ақша жинап алғаннан кейін уже картошка егеміз. Одан кейін осы пампкин деген егеміз. Одан кейін осыны егеміз. Әрқайсысын жай көтеріліп кете береміз. Менде екінші аккаунтта өздеріңіз көргендей екінші жерді алдым мен гоблиннан. Одан кейін осы жаққа егіп жатырмын. Және де сіздер Google-дан кірсеңіздер, міндетті әшейін орысшаға аударып алсаңыздар болады. Қараңыздар, мен орысшаға аудардым. Міне көргендеріңіздей бұл жерде минуты бәрі жазылды. Мысалы, мынаған мен капуста беру керекпін, цветной капуста. Цветной капустаны беріп мен бұны жерін алу үшін маған өте көп ақша керек. Кухняға кіретін болса, міне менде сорпа істеп қойғам. Міне крафт ету үшін бізге 10 капуста керек, цветной, одан кейін $2,5 керек. Бұны дәл қазір менде 10 капуста, мен капустаға әлі жеткен жоқпын. $0,1 тұрады капуста. Одан кейін ремесло бар. Бұл жерде ремеслоны алу үшін бізге $1 керек. Ремесло, яғни біз ол кезде тастарды кесетін боламыз. Сосын ағашты алу үшін мынаған пирог беру керек. Дәл осылай бұл жерде өте көп тамсақ болады. Мысалы, бұл жерден балық ауласаңыздар болады. Банкке барып ақшаларыңызды шығарып аласыздар. Дәл қазір шығара алмаймыз, себебі міне осы жерде ағаштармен бірдеңе жасайды, бәрі тұр, нерде сәл көрінбейді тұр. Былайша айтқан кезде толық обзор 18-іне міндетті түрде түсіретін боламын. Дәл қазір бізге тек қана осыларды жерлердің барлығын алып, егіп, бізге Sunflower токендерін жинау керек. 18-іне дейін 10 шақты токен жинап қойсаңыздар, жақсы болады деп ойлаймын. Оған барлығына осылардың бәрін дамытып, жақсы ақша табуға болады. Кіру порог входа, мысалы, сіздер кіргілеріңіз келетін болса, бір полигон матикпен бұл ойынға кіре аласыздар. Бір полигон матиктарыңызды сіздер бір күнде, екі күнде ешқандай қиындықсыз ақтап аласыздар. Міне менде екінші аккаунт, қазір ашқан аккаунтымда уже семечкалар өсіп шықты. Қайтадан семечкалардың барлығын жинап аламыз. Сосын шопқа келіп, бәрін сатамыз. Сосын қайтадан біз біреу ғана ала алады екенбіз, пока алмай ақ қойған дұрыс. 5 штук осын алайық. Қайтадан егеміз. Семечка ең тез өседі, 1 минутта өседі. Одан кейін картошка 7 минут, 8 минутта өседі. Одан кейін мынау жарты сағат өседі. Осыдан кейін сәбіз 1 сағатта өседі. Барлығын крафт етіп, жай көтеріп, ары қарай осы ойында дами беретін боламыз.